Қыздар қарызға кірмес үшін мына 3 нәрсені жасамаңыздар. Бірінші, киім, маникюр, косметика деген нәрселерді рассрочка, кредитке алмаңыздар. Өйткені бұл сіздерге табыс алып келетін заттар емес, керісінше артық шығын. Түсінер едім, егер ол сізге 2-3 есе пайда алып келетін болса, бірақ жоқ, сол үшін барлық үлкен қарыздар осындай кішкентай шығындардан пайда болады. Екінші, көзбояушылықты қою керек. Мысалы, қымбат жерлерге бару, ең соңғы ақшаңа таксиға міну, брендтер алу, ол жай ғана көрініс. Сұрақ неге? Бұндай кезде, қарызға батып жүрген кезде, бұлар только сіздің энергияңызды алып қояды. Мысалы, менің 5 миллион қарызым болған. Оны жабу үшін мен ешқандай киім алмадым, ешқандай елге саяхатқа шыққан жоқпын, қымбат жерлерге бармадым. Соның арқасында қарызымды тез арада жауып үлгердім. Және займ алмаңыздар. Қарызды қарызбен жабу ол өте үлкен қателік. Ол уақыт өткен сайын пайызы өсіп, өсім болып, одан сайын сіздің энергияңызды алып шашатып жібереді. Лучше наличкамен өмір сүруге тырысып, барынша экономдауға тырысыңыздар. Экономмен өмір сүру ол ешқандай ұят емес. Кредитсіз бақытты өмір сүруге тырысу болып табылады. Сол үшін қыздар, қарыздарыңыз болса, тезірек әрекет жасап, жауып тастауға тырысыңыздар. Наличкамен қарызсыз өмір сүру өте керемет сезім.